туған туысқандар, қадірменді меймандар, қандай қуаныш болса да, ел жұртын жиып, оны сыры той жасайтын, қарға тамыры, қазақ елі, армысыздар, аман есен, бармысыздар ағайын. Добрый вечер, дорогие дамы и господа, ladies and gentlemen. Мы рады вас приветствовать в этот прекрасный весенний день, в этом замечательном ресторане, на замечательном празднике, на долгожданном событии семьи Джамантаевых. Ведь сегодня нашему Айтошу исполнится ровно год, чему стоит поаплодировать, друзья. В начале вечера хотелось бы обозначить две главных кричалок сегодняшнего вечера. Первую кричалку, я думаю, вы все знаете. Гип-гип. Еще раз, только погромче и увереннее. Гип-гип. Отлично. Вторая кричалка у нас. С днем рождения. Договорились? Итак, 3-4. С днем рождения. Сами себе можете поаплодировать. Классно получается. Ал енді құрметті барша ағайын көп сөз бар, әдеттен озбай мінеке кереметтей тойымызды, дуанды кешімізді қазақтың қасқа салуменен тұсаукесер рәсіммен бастайтын жайымыз бар. Сондықтан да сөз кезегін Мадина ханымға берейік. Қанекей, қошеметпен қолдап қойыңыздар. Atadasları saltın meyen kiyim kiyip toylarınız toylansın ağayın. Alayın konaklara varlığımız yel bulup toy yesin birge karşılayıp olay bolsa kuvanыңдар ağayın tamsanыңдар söyünüşüмен маңайға жарын салыңдар. Той иесі айтпай жігітіміз келеді ортаға ду қол соғып шашуменен қарсы алыңдар. Давайте аплодисменты, поприветствуем, друзья. Қазірдің ежелден келе жатқан салт дәстүр ырымдарын өткізуге рұқсат етіңіздер. Ең адыраспан шөлмен алас сабалайын. Алас, 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 бәледен қалас, соқтының сөзінен алас. Жаманның көзінен алас, 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 бәледен қалас. Қазақтың аластау рәсіміне жақсылап бір қол соғып қойсаңыздар ағайын. Қазақта 9 құмалақ дейді. Қора-қора малға болсын деген ниетпен ақ жолына 9 құмалақ шашайын ағайын. Тәттілігімдер жақсы көреді. Ол әрине кішкентай балалар. Олай болса, осы жанұяда кішкентай балалар көп болсын дейміз. Өмірі тәтті болсын дейміз. Жығысты болсын дейміз. Сіздердің де жанұяларыңызда осындай түрлі той болсын. Ал енді қымбат қонақтар, тұсаукесу рәсімінің ең негізгі бөліміне көшетін болсақ, қазақта тұсаукесу рәсімін тоқ шекпен кескен, тоқшылық, молшылық болсын деген ниетпен, көп шөппен кескен, көбеюге, өнуге жассын деген ниетпен, және ала жіппен кескен. Ешкімнің ала жібін аттамасын, өмірдің ақ қара жолында ақ жолы көп болсын дейміз, аяғына нық тұрсын дейміз. Өмірде барлығы қатар жүреді. Жақсылық пен жамандық, ыстық пен суық, әйел азаматы мен ер азаматы. Олай болса, барлығын қатар ұстап, аяғында нық тұрсын дейміз. Алайда қымбатты қонақтар, тұсаукесу рәсімін Қайрат ағайымызға табыстауға рұқсат етіңіздер. Өзіңізде ел ағасы болсын деген ниетпен ағамыз ортаға келсеңіз.